Қалай 0 теңгемен миллион табуға болады? Бизнес бастауға ақша берші деп көп адам маған жазады. Ол ақша не істейсің десем, үшін бизнес ашам, офис алам, диван алам деп картопты жарып жатады. Көптеген бизнесті 0 теңгемен ашуға болады. Тек миды қоссаң болды. Осыдан 4 ай бұрын маған бір кісі келді. Киіммен айналысайын деп жатырмын. Орташа 4 миллион керек деді. Яғни Турцияға барып, сол жақтан товар алам дейді. Бұл мәселені біз 500 мың теңгемен шештік. Біз қалай жасадық? Қалада, онсызда қаншама киім сататын бутиктер бар. Солардың складта тұрған остаток товарларын реализацияға алдық. Алғанда да бір қызығы, біз өзімізбен алып кеткен жоқпыз товарларды. Товарлар өздерінде складта тұрды. Біз бір актерді алып, сол киімдерді кигізіп, суретке түсіріп алдық. Кейін оларды тізім жасап, сұрыптадық. Яғни класс-классқа бөлдік. Арзан баға іздейтіндерге бөлек, сапаға мән беретіндерге бөлек, брендке мән беретіндерге бөлек Instagram парақшалары ашып, таргетке жібердік. SMM-шікке 200 мың теңге бердік. Қалғаны таргеттің бюджетіне кетті. Осылайша заказ жайлап түсе бастады. Ровно 55 күнде 2 миллион 500 мың теңге таза пайда түсірдік. Бұл жерде қарасаңыз, біз арендаға бутик склад алған жоқпыз. Яғни оларға да тиімді товарлары складта тұрғанша, үстінен кішкене ақша қосып, тез-тез сатылып жатқан. Қазір инвестордан 3 миллион алатын болсаң, оны по-любому 6 миллион қып қайтарасың. Яғни екесе, одан да сол сомаға тауармен алған жақсы. Үстінен 100% қосып қайтарғанша, тауардың үстінен 10% қосып бергеніңіз сізге әлде қайда тиімді. Сені миллионер ететін 33-ші қадам, әрдайым нарыққа икемді бол. Бұрын бизнес жасау оңай еді, қазір сауда болмай кетті деп отырмау үшін тіркеліп қой.